Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше, дәмі тіл үйретін американдық асқабақ пирогының рецептімен бөлісемін. Бұл пирогты асқабақты ұнатпайтын адамдарды, кішкентай балаларыңыз да сүйіп жейтініне сенімдімін. Әзірленуі өте жеңіл, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Асқабақты екі бөлікке бөліп, видеодағыдай үлкен бөліктерге бөлеміз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоны өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Асқабағымызды противенге салып, артық ылғал буланбауы үшін үстін фольгамен жабамыз. 200 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа жібереміз. Біздің асқабақ піскенше қамырын дайындаймыз. Мен термомиксте жасаймын. Сіздер миксермен, қолмен, үкіштен өткізіп алсаңыз да болады. Ұн, қант, салқын сары май және шым тұзды қосып араластырып аламыз. Ұнтақталған қамырымызды шұңғыл ыдысқа салып аламыз. Қамырдағы сары майымыз еріп кетпес үшін салқын суды қосамыз үстінен, немесе салқын судың орнына бір жұмыртқамен айырбастауға болады. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Целлофан пакетіне салып, ішінде біріктіріп аламыз. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Енді пештен асқабағымызды алып шығамыз. Қараңыздар, нәзік, шырынды, жұмсақ болып пісіп шыққан. Шамалы суығаннан кейін осылайша қасықпен қабығынан бөліп шұңғыл ыдысқа саламыз. Енді оны блендермен пюреге айналдырып аламыз. Асқабақтың артық қалған бөлігін мұздатқышқа салып сақтап қойсаңыз болады. Енді қамырымызға кірісеміз. Ол үшін бізге диаметрі 32 сантиметрлік пісіруге арналған табақ қажет. Табақтың көлемін сақтау маңызды, сондықтан сіздер де 32 сантиметрлігін алыңыздар. Қамырдың астын және үстін ұнмен сеуіп, дөңгелек пішінге келтіреміз. Қалыңдығы шамамен 3 мм болады. Осылайша табамызға төңкеріп, пішінін келтіреміз. Егерде сізде қисықтау болып шықса, жан-жағында артық қалған қамырды алып, жамасаңыздар да болады. Шетіндегі артық қамырларды пышақпен осылай кесіп алып тастаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді салмасына кірісейік. 450 грамм асқабағымыздың үстіне қоюландырылған сүт, даршын, яғни корица және мускат жаңғағын қосып бір шетке қойып қоямыз. 2 жұмыртқаны сары уызы мен ақ уызынан бөліп, 2 бөлек ыдысқа саламыз. 50 грамм қантымызды да 2 бөлікке бөліп үстерінен саламыз. Және ақ уыздың үстіне шым тұзды қосып, жақсылап ақ көбікке айналғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін сары уызды миксерлеп аламыз. Келесі асқабақтан жасалған массамызды миксерлейміз. Шет-шеттері дұрыс араласпайтындықтан қолмен араластырып аламыз. Алдымен үстінен сары уызды қосып араластырамыз. Келесі ақ уыз массасын құйып, жақсылап араластырып алуымыз қажет. «70 грамм жаңғағымызды алып, майда емес орташа көлемде бөліп аламыз. Егерде сізге жаңғақ ұнамаса, қоспай қойсаңыз болады. Осылайша қамырымыздың үстінен біркелкі етіп төсеп шығамыз. Үстінен асқабақ массасын құйып шығамыз. Енді асқабақ пен даршынның, яғни корицаның үйлесімін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Піспей жатып та иісі мұрынды жарады. Жан-жақтарын осылай кішкене айналдырсаңыз біркелкі болып шығады. Енді пештің төменгі жағын ғана қыздырып, 180 градуста 35-40 минутқа жібереміз. Пештеріміз әртүрлі болғандықтан, сіздер қамырдың жан-жағына қарасаңыздар болады. Қызарып шықса, пештен ала берсеңіз болады. Міне біздің өте дәмді, ерекше пирогымыз дайын болды. Отбасыңызды, жақындарыңызды қуантып, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сау болыңыздар.